Анаға тағзым орталығы сенім жәшігіне келіп түскен хаттарға жауап беруді жалғастырамыз. Бұл сенім жәшігіне бойжеткендеріміз өздерінің аналарына айта алмай жүрген сырларын хат түрінде жолдаған болатын. Мен психолог Ақшарбат Бақытжанқызы осы сұрақтарды бірге қарастырып көрейік. Мына хатта былай делінген: біздің үйде отбасымызда үнемі ұрыс-керіс болады. Ата-анам бір-бірімен көп ренжіседі. Не үшін ұрсыса береді екен деп ойлаймын. Мен өзімді кінәлі сияқты сезінемін. Келесі: мен ата-анаммен көп сөйлеспеймін. Анаммен сырласқым келеді. Қалай жақын араласуыма, сырласуыма болады. Келесі: ата-анам мені түсінбейтін сияқты. Не айтсам да, не істесем де ұрсысады. Әйтеуір тыңдамайды. Кейде жылағым келеді. Не істеймін? Мама-папам өмірі мені басқа балалармен салыстырады. Ана озат, сен неге солай емессің дейді. Өзіңдегі ананы қарашы, мынаны қарашы деп салыстыра береді. Өзімді бір түкке тұрғысыз, қолынан дым келмейтін адамдай сезінемін. Бастапқы 4 сұрақтың ортақ бір түйіні жасөспірімдер мен ата-ана арасындағы эмоционалдық алшақтық пен түсініспеушілікті көрсетіп тұр. Сіздердің бұл ішкі сезімдеріңіз, яғни жылағыңыздың келуі, сіздердің ішкі уайымдарыңыз, бір еленбей қалуларыңыз, өздеріңізді кінәлі сезіну, бұның барлығы да маңызды. Себебі бұл бала психикасының реакциясы. Сондықтан бұл дүниелерді ішке бүгіп жүре беру, бұл өзіңізге жасалған әділетсіздік. Ата-аналар кейде ұрсып жатады, салыстырып. Бұның барлығы ата-ананың өз тіліндегі сізге деген бір уайымын көрсетеді. Дегенмен сізге бұны бұлай жеткізу, сіздің бір ішкі жан дүниеңізге жара салу мүмкін. Бұл жара уақыт өте келе тереңдей түседі. Көп жағдайда ата-ана мен бала бірін-бірі жақсы көргенімен бірін-бірі түсіну тілін білмей жатады. Қазіргі буынның тілі, түсінуі, қабылдауы әрқилы. Анаңызбен сырласу, анаңызға жақын болу тақырыбына келетін болсақ, эмоцияны емес, ең алдымен қарым-қатынасты ұсынып көріңіз. Яғни анаңызға барып бірден міне осылай айт деген сөз емес, жай ғана барып жанына: анашым, сізбен отырып шай ішкім келіп отыр деген секілді. Одан кейін барып өзіңіздің эмоцияларыңызды жаймендеп білдіре бастайсыз. Жалпы эмоцияңызды білдіре алмай жатсаңыз, қағаз бетіне түсіруге кеңес беремін. Себебі бұл сіздің ішкі жан дүниеңіздің бір тазаруына әкеледі. Одан кейін ұрыс-керіспен салыстырулар өзіңіздің жаныңызға қалай батып жатқанын, сіздің өміріңізге қалай әсер етіп жатқанын ата-анаңызға ашық түрде айтып жеткізіңіз. Яғни ол баламен мені салыстырғаныңыз емес, мені солай көретіндігіңіз мені ренжітеді деп өзіңіздің бір сезіміңізді ашық түрде жеткізіңіз. Бұл мәселе сіздің жаныңызды қажытып жатса, өзіңізбен сөйлесе алатын ересек адамдарды табуға болады. Яғни өзіңіздің туысыңыз, бауырыңыз, немесе тіпті болмағанда психологтың көмегіне жүгінсеңіз болады. Өзіңізді тыңдай алатын адаммен сөйлесу, бұл тұтас бір әлемді өзгертуі мүмкін. Және де соңғы сұрақ мамандыққа байланысты екен. Мамандық жайлы жайт қатты уайымдатады. Туысқан, мама, папа, доктор бол дейді. Бірақ мен оқуын оқып шыдай аламын, бірақ оны қаламаймын. Оған арналмағаным өзіме сезіледі. Менің қабілетім ораторлық икемге келеді. Болашағым қатты алаңдатады. Бұл жерде көптеген түлектердің арасында, жастардың арасында көптеп кездесетін, яғни ата-анам мен үшін осы мамандықты таңдады, бұл дегенмен менің қалауым емес деген секілде, грантқа түсіру мақсатында табысты болсын, қауіпсіз жолды таңдайтыны әрине рас. Дегенмен ата-ана сізге ешқашан жамандық тілемейді, үнемі тілекші болып жүреді. Ата-ана өзінің өмірлік тәжірибесіне сүйене отырып, сізге бағыт-бағдар, кеңес, ақылын айтып жатады. Дегенмен шешім қабылдау бұл сіздің құзырлығыңыздағы дүние. Сол себепті мамандық таңдау бұл ең маңызды шешім. Бұл шешімде сіз өзіңізге сенімді болыңыз, өзіңізге адал болыңыз. Жалпы сенің арманың маңызды. Бұл мамандықта жұмыс жасайтын да, бұл мамандықтың жемісін көретін де өзіңсің. Сол себепті ата-анаңа түсіндіріп көруге тырысу қажет.
яғни не үшін бұл мамандықты таңдайтының, не үшін бұл мамандыққа сенің қабілетіңнің бар екенін жаймендеп түсіндіре білсең, ата-анаң сені біртіндеп түсіне бастайды. Ал құрметті ата-ана, баланың өміріне, болашағына алаңдау бұл ата-ананың табиғи құбылысы. Сол себепті енді сіздер бағыт-бағдар бергенімен балаға шешімді қалдыруға тырысуымыз қажет. Себебі бала ол жеке тұлға. Ол өзінің таңдаған мамандығында ғана өзін көре алады, өзін бақытты сезіне алады. Баламен диалог орнатыңыз. Балаға қысыммен емес, бір сеніммен қолдау көрсете біліңіз. Балаңызбен бірге армандаңыз. Оның қабілеттерін, оның қандай дүниеге икемі бар екендігін бірге ойланып, бірге ақылдасып көріңіз. Жалпы баланың өз мамандығын өзі таңдауы бұл өзінің бақытына әкеледі. Яғни бақытты баладан бақытты болашақ туады. Қазіргі таңда жасөспірімдердің арасында өзара сөйлесуі, қабылдауы, түсінуі әрқилы. Әр бала бұл жеке тұлға. Сол себепті әр ата-ана күнделікті күйбең тіршіліктің арасында балаға 15-20 минут уақытын арнағаны абзал.